Міне күні кеше ғана біздер Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёевтің Олий Мәжіліс һәм халыққа жолдаған нәубеттегі мұражатнамасын тыңладық. Бұл мұражатнаманы біздер оғада бір ұзақ уақыттан бері күтіп көп нәрселерді үміт еткен едік. Һәм бұл мұражатнама біздердің үмітімізді артығыменен ақлады. Осы мұражатнаманың текстілеріне етібар берсек, дерлік барлық мемлекеттің халықтың тарауларына орын алғанлығына куәсі боламыз. Мәселен, баспасөз, әмне хабар еркінлігі, табиғатты қорғау, экологияны қорғау, коррупцияға қарсы күресу, һәм ең әһмиетлісі махаллелерге нәубеттегі айрықша бір өздерінің бір жәрдемлерін, имканиятларын берілетінлігі атап өтілді. Мен ойлаймын, бұл мұражатнама барлық мекемелерде, барлық мемлекеттік орындарда, жоғары оқу орындарында қосымша үгіт насихат етіледі, һәм бір арнаулы курс сипатында өтіледі деп ойлаймын. Бұл жерде біздерді және бір қуандырған нәрсе, бұл сапары экология һәм де қоршаған орталыққа және де көбірек етібар беру, һәм оны жаман көмір шығаратын мекемелерді халық жасайтын орындардан ұзақта ұстау, һәм де істеп шығарылғанлығына 50 жылдан артық болған автомобильдерді жаңа автомобильдерге пайызлы имканиятлармен алмастыру имканияты берілгенлігі, мен ойлаймын, экологияны қолдап қуатлауға бір және бір өзінің үлесін тигізеді деп ойлаймын. Әсіресе махаллелерге берілген имканиятларды итибарға алсақ, қайсы бір махалле салықларды көбірек төлесе, сол махаллеге 2 миллиардқа шекем сум ажыратылуы, бұл да халыққа бір қосымша бір мотивация болады деп ойлаймын. Біздер жоғары оқу орны профессор оқытушылар да осы мұражатнаманы кең түрде үгіт насихатлауға өздеріміздің үлесімізді қосамыз деп ойлаймын, һәм де талабаларға оны бір қосымша баянат һәм де арнаулы курс сипатында өтуге өздеріміздің үлесімізді қосамыз.